Атақ мырза, отбасыңызбен айына азық-түлікке қанша ақша жұмсайсыздар? Ешқандай есептеп көрдіңіздер ме? Ауылдан ет келеді. Құдайға шүкір, әке-шешем ауылда. Қойдың еті де, жылқының еті де, сиыр да ауылдан келіп отырады. Ал енді продуктіге көп ақша жұмсамаймыз, өйткені біз көп тамақ жейміз деп айта алмаймын. Қарапайым дастархан үйімізде. Нанымыз бар, шайымыз бар, май бар, ауылдан келетін. Аста төк дастархан жоқ. Шамамен сонда. Енді бір жақсылап алатын болса, бір 30-40 мың, 50 мың теңген айналасында шығар. 30-40 мың сіздерге азық-түлікке жетеді, иә? Жетеді, иә. Егер жаңағында экономдасаңыз, көп нәрсе керек емес қой сізге. Ет ауылдан келгендіктен біз нан да көп алмаймыз біз. Көп бала алатанамыз. Ал қарапайым отбасы өмір сүру үшін айлық табыс қанша болу керек деп ойлайсыз? Бүгінгі таңда 300 мыңнан кем болмау керек. Бүгінгі таңда, өйткені балаларыңыздың киімі бар, оқуы болады, курстарға бересіз, жаттығуға бересіз, ішіп-жемің бар деген сияқты. Енді отағасының үйі өзінде көп болса, машинасы өзінде көп болса, 300 мыңнан кем болмау керек деп ойлаймын. Енді бүгінгі таңда табыс өте аз ғой, кейбір бұны таба алмауы мүмкін, бірақ 300 мың теңгеге бір дұрыс андай уайым қайғысыз өмір сүре алады, тойына бара алады, сыйлығын бере алады деген сияқты.